Ағымдағы жылдың 11 мамырынан бастап Степногорск өңірінде ыстық су желісі уақытша тоқтатылды. Мұндағы мақсат жыл сайын жүргізілетін көктемгі қысымен тексеру жұмыстарын атқарып, жөндеуді қажет ететін құбырларды анықтау. Осы тұрғыда апта ішінде медиа орталық тілшілері қала тұрғындарын жылы сумен қамтамасыз ететін Степногорск жылу транзит мекемесіндегі арнайы станциялардың жұмысын көріп қайтты. Мамандардың ақпаратына сай, жоспарланған жұмыстар барысы кестеге сай орын алуда. Гидравлические испытания закончились на прошлой неделе. Гидравликалық сынақтар өткен аптада аяқталып, алдағы 14 күн ішінде қызу жұмыстар жүргізіледі. Себебі бұл жөндеу қалалық жылу желілерінің жұмысына тікелей байланысты. Ағымдағы жылдың 4 маусымына жоспарланған ыстық сумен қала тұтынушыларының басымы қамтамасыз етілсе, біздің жұмысымызға оң әсерін береді деп отыр бас инженер. Гидравликалық сынақтар, яғни қысымен тексеру жұмыстары 18 мамыр күні аяқталған. Оның барысында анықталған ақаулар өткен жылмен салыстырғанда 3-4 жағдайға жоғары болса керек. Оған құбырлардың тозуы себін тигізген. Бүгінде желілердегі жөндеу жұмыстарымен ауыстыру шаралары кең көлемде қолға алынған. На городе были выполнены 4 этапа, потому что протяженность большая. Қала ішіндегі құбырлардың ұзындығы 160 шақырымнан астам болғандықтан сынақтар 4 кезеңмен өткізілді. Оның қорытындысына сай 42 зақымданулар анықталып, магистральдардағы 6 ауытқулар күрделі деп танылған. Қалғандары үйшілік және қалашілік транзиттерде орын алған. Бүгінде осы жұмыстарға байланысты кесте түзіліп, олқылықтарды жою бойынша жұмыстар басталды деп отыр мекеме директоры. Су сорғы станциясында жөндеу жұмыстарының барысында бекіту арматурасы тексеріліп, гидравликалық сынақтардан кейінгі зақымдар ауыстырылады. Айтулы станция жылу электр орталығынан келетін ыстық суды қайта бағыттайтын негізгі нысан, әрі гидравликалық режимді реттеуші болып саналады. Ең алдымен ыстық су осы жерге келіп, судан кейін қалаға жіберіледі. Тағы бір айта кетерлігі, мамандардың ақпаратына сай, жылыту маусымына дайындық шараларының бірі болып табылатын келесі гидравликалық тексерулер тамыз айына жоспарланған.